Ал Петропавлдағы ботаникалық баққа демалыс күндері бір қазан жеткізілді. Біздің өңірде сирек кездесетін дала құсы ылғалды қарды көтере алмай тобынан қалып қойған секілді. Қазір бір қазанды ветеринар мамандар тексеруде. Демалыс күндері жеткізілген бір қазанды ветеринар маман түбегейлі тексеріп шықты. Жағдайы жақсы, еш жарақаты жоқ дейді. Тек ылғалды қардың салдарынан қанаты қатпаған жас құс ұша алмаса керек. Сейчас, значит, в общем-то, птица вполне здорова. Құстың жағдайы жақсы, бірақ оны қазір далаға жібермейміз. Көктем келгенін күтеміз. Ал басты мәселе оны тамақтандыру болып отыр. Себебі бір қазан тәулігіне 3 келі балық жейді. Оны сатып алатын қаражат жоқ. Көпшілік көмектессе дейміз. Сонымен қатар жексенбі күні ботаникалық баққа жаралы аққу да әкелініпті. Оның жағдайы нашар, қанаты сынып басынан соқ қалған. У с лебедем там немножко сложнее, там сломано крыло. Аққудың қанаты сынған, миы шайқалған. Ол енді өз бетімен далада күн көре алмайды. Осында қалады. Жалпы бақтағы аққулардың саны жыл сайын артып келеді. Себебі көбі жаралы. Өз беттерінше ұша алмайды олар. Жыл сайын күз мезгілінде ботаникалық баққа тобынан қалған жараланған бірнеше құста келеді екен. Олардың көбі аққу. Өткен жылы 27 аққу жеткізіліп, оның тек 3-еуі ғана көктемде далаға жіберілген. Сонымен қатар бақта тағы бір қазан бар. Ол осымен 3-ші қыста аталмыш мекемеде өткізбек. Гүлнар Сайлауқызы, Ерлан Қалиев, ақпарат.